Сәлем достар, сіздермен бірге Ұрпақ Ток, сіздермен бірге бүгінгі шығарылымда пиар саласының маманы Ақсу Санғали. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Ең алдымен сіздің өзіңіздің осы салаға қалай келдіңіз, кәсіби жолыңызды баяндап берсеңіз. Бұл салаға қалай келдім? Мен жалпы журналистиканы оқыған адаммын. Кәсіби журналист ретінде жұмыс істеп, телеканалда, радиода, біз газетте жұмыс істедік. Сол кездері, біз студент болып жүрген кезімде, жалпы бізге осы бағытта әртүрлі халықаралық ұйымдармен жұмыс істеу. Мен белсенді студенттердің бірі болған түгім, сол кезде әртүрлі халықаралық ұйымдардың келе бастаған дәурен түгін. Олар пресс-релиз, фандрайзинг, брифинг деген сияқты нәрселермен мен үшін ол қызық болды. Және қалай не деп ары қарай зерттеудің арқасында осы жалпы пиар саласының қызық екенін өзім көз жетіп, мүмкіндігінше осы салаға қарай бет бұруды ойладым. Одан кейін мен университет бітірісімен мені әкімнің баспасөз хатшысы болуға шақырған болатын. Мен сол кезде міне осы баспасөз хатшысы болып жұмыс істеу деген пиар екен ғой деп ойладым. Солай жұмыс істеп сол жақта жүрдім, бірақ одан кейін осы салаға жүре бергеннен кейін бұл саның ауқымы әлде қайда үлкен екенін түсініп, жалпы осы салаға шын айтсам ғашық бола бастадым деп айтуға болады. Содан кейін әртүрлі курстарды, әртүрлі лекцияларды тыңдап, осы бағытта жобалармен жұмыс істеуге қарай бет алдым. Рахмет. Енді келесі менің сауалым, жалпы біздің осы студенттер ол жауыр болған сұрақ болса да, біздің студенттер арасында көп жиі жасырамыз. Бізде айырмашылығын біле бермейміз. Жарнама мен пиардың айырмашылығын айтып берсеңіз. Иә, десе мен ең жақсы көретін және мені қатты ашуымды келтіретін сұрақтардың бірі. Қойғандарыңызға рахмет. Былай айтайықшы, біз үнемі былай айтамыз: жарнама ол бір ғана реттік дүние. Ол яғни сен мені таны, немесе сен мені сатып ал, немесе сен мені осы дәл қазір көр деген сияқты нәрсемен. Пиар дегеніміз public relation, қоғамдық пікірді қалыптастыру. Бұл көбіне жаңағы ұзаққа баратын деп айтайықшы, иә. Бұл біріншіден, бұл көбіне дәл қазіргі эффект емес, бұл сен мені сыйла дегенге келеді. Яғни сіз белгілі бір компанияның немесе белгілі бір адамның жарнамасымен айналыссаңыз, әлеуметтік желіде оның қандай керемет екені туралы бір пост жазасыз, сосын көптеген лайктар жиналасыз. Міне осы кішкене ғана жарнама. Ал егерде сіз мені сыйла дейтін болатын болсаңыз, сіз оның эксперттігіне байланысты бір ұзақ дүниелер жасайсыз. Тағы бір кішкене мысал. Бізде көп мынандай нәрсені шатастырады. Мысалға, белгілі бір врач болсын, дәрігер болсын, немесе белгілі бір жаңағыдай аналитик болатын болсын, олар бір ғана реттік жарнамамен, яғни тиктокта осындай тренд бар екен, бәріміз бірге билейік деген сияқты нәрсемен, міне бір ғана тиктокта пост шығарады, онысы мыңдаған просмотр жинайды. Міне бұл жарнаманың инструменті. Ал егер де сіз қоғамдық пікірмен, пиармен айналысатын болсаңыз, сіз мықты дәрігер немесе мықты юрист болғаныңыз үшін сізді ана тиктокты көріп барлығы сізді сыйлап кетпейді. Яғни керісінше, сіз өзіңізді мықты маман ретінде өзіңіздің пиарыңызды қалыптастырғыңыз келетін болса, сіз қайта сондай жаңағыдай бір реттік трендтерден аулақ жүресіз да, өзіңіздің шын мәнінде мықты эксперт екеніңізді көрсетесіз. Міне инструменттер екеуінің екі түрлі, эффект екеуінің екі түрлі. Әрине, көп просмотр жинау, лайк жинау деген сияқты бір ғана дүниелік нәрсемен жарнама істеуге болады, оны орындау керек деген сияқты нәрсе. Бірақ егерде сіз өзіңіздің репутацияңызбен мықтылап айналысқыңыз келетін болатын болса, сіз басқа инструменттерді пайдаланасыз. Мен білем, бірде бір әлеуметтік желіде посты немесе аккаунты жоқ мықты мамандар бар. Орта шын мәнінде оларды қадірлейді. Неге? Өйткені бұлар өздерінің пиармен айналысқан, жарнамасымен емес. Осының арасын ажыратып алу керек. Күшті жауап бердіңіз. Рахмет. Жалпы осы біз пиар маманы алдын ала жоспарды ойластырады деп ойлаймыз ғой, бірақ десе де барлығы сценарий бойынша жүре ме, әлде кейде күтпеген жағдайлар кездеседі ме? Әрине кездеседі, күнде күтпеген жағдай болады. Біз мына нәрсені айтамыз. Жалпы мысалға белгілі бір, былай айтайықшы, белгілі бір компанияның біз пиармен айналыса бастадық. Сол кезде біз мына нәрсеге мән береміз. Бірінші, біз туралы жұрттар не айтуы керек деген сияқты. Мысалға, қарапайым, сіз тойға келіп отырсыз. Тойға келдіңіз, сіз айтасыз: мен домбырада тарта алам, ән айта алам, биді билей алам, қобызды шерте алам, сосын жаңағы математикалық есептерді керемет шығара алам, сосын жаңағыдай ұзаққа жүгіре алам, Айронменге қатысам десе, сіз кеттіңіз, сіз туралы жұрттардың пікірі қандай болады?
мынау қызыл көйлектегі қыз дегеннен басқа сіз туралы пікірі қалмауы мүмкін. Иә, неге? Өйткені сіз мыңғырық информацияны беріп жібердіңіз да, ешкімнің ойында жаңағы еш нәрсесі қалмайды. Бұл бір нәрсе. Екінші, егерде біз сондықтан да біз айтамыз, ключевой месседждерді істеу үлкен бір қателік. Біз айтамыз, мына компания ма немесе бір тұлғаның пиарын жасаған кезде ол жаңа қоғамдық қайырымдылық жұмыстармен де айналысады, ол қоғамды белсенді, ол жұмыста пәлен түген, ол жаңа әйелдермен кездесіп жатыр, ол балалармен кездесіп жатыр деген сияқты нәрсе бүкіл информацияны бір неге тыға береміз да, кім ол, не ол деген сияқты нәрседе не болмайды. Мысалға, республика партиясының кейсін алайықшы. Өзін бір жақсы таныған сияқты, бірақ жұрттардан бір жаңа біз опрос жасаймыз, жұрттардан сұрап көріңізші, республика партияның, бизнесмендердің партиясы, ақша беретін партия дегеннен басқа ешқандай бір нақты пікірі жоқ. Неге? Өйткені оның сайтында біз жаңағы оңшыл партиямыз деген, олардың Википедиясында біз жаңағы президентті қолдайтын партиямыз деген, орысша Википедиясында правоцентрическая партия деген, мысалға, сайттарында жаңағы әлеуметтік желіні ашып қаратын болсаңыз, біз ондаған мыңдаған адамдарға жұмыс берген партиямыз деген сияқты бір ғана партия туралы 20-дан астам ұғым бар. Сондықтан біз оны тек бизнесмендер ақша беретін партия деп қана есептейміз. Болды. Білесіз ба, ол туралы нақты қоғамдық пікір қалыптасқан жоқ. Бұл өкінішті нәрселердің бірі. Сондықтан да біз айтамыз, белгілі бір қоғамдық пікірді қалыптастыру үшін, мысалы жаңағы аналитика, стратегия дегеніміз не? Бір үлкен жұмыс болмауы мүмкін. Егерде тез жұмыс істеу керек болатын болса, сіз ключевой месседждер деп айтамыз, key месседждерді, яғни сіз осы кісі туралы не айтуыңыз керек? Адам ба, юрист па? Осы юрист туралы қай жерде ол мықты не айта алады? УТП деп айтамыз, уникальный торговый предложение. Несімен өзгешеленеді, ерекшеленеді. Осы нәрсені бір 2-3 месседжді ғана алып аласыз да, сол 2-3 месседждің айналасынан жұрттардың қоғамдық пікірі қалыптасам дегенше соның айналасында жүріңіздер. Содан кейін жаңағы ары қарай, бұл ән айтып би билегенмен қоса, бұл домбыра да тарта алады екен деген сияқты нәрсені осы жерге қоса аласыз. Біз айтамыз, стратегия сол үшін ғана керек. Онсыз жұмысты істеудің мәні жоқ. Неге? Өйткені сіз оны ән де айта алады, би де билейді, домбыра тарта алады деген сияқты деген нәрсемен жұмысыңыз солай болады. Сондықтан да біз айтамыз, ең құрғанда 2 сағат уақытыңды бөлесің да, отырасың да, жаңа стратегияны жасап аласыз. Онсыз жұмыс болмайды, жұмыс жоқ, онсыз мына үйдің фундаменті жоқ деген сияқты. Мына фундамент неше бөлмеңнің бар екенін белгілеп береді. Одан кейін қосымша тағы бөлмелерді сен қоса аласың. Бірақ сен мына үйіңнің қаңқасын дұрыстап қалыптастырып алуың керек. Сол үшін керек. Сіз жаңа стратегия деп жатсыз ғой, осы дағдарыстық пиар туралы көп айтылады ғой. Сіз өзіңіз белгілі бір тұлғаға немесе компанияға атауы халық алдына түсіп кетті абыройы, оны қайтадан қалпына келтіру керек болды ма? Сізде сондай кейстер болды ма дейсіз ба? Антикризисный, антикризисный кейстер әрине болды, күнде болады. Бірақ күнде болады деп айтпай қойшы дейді. Болады, әрине. Біздің жұмысымызда олар үнемі күнделікті болады деген сияқты. Біз ол үшін мысалға қандай, мен мысалға белгілі бір компанияның, белгілі бір тұлғаның пиарын жасамас бұрын мен айтамын, осы жерде өзіңіздің жаңағы қай жерде не болуы керек екенін сіздерден артық ешкім білмейді. Сондықтан сіздер қазір айтыңыздар. Сосын ол мәселені қалай шешудің жолдарын біз қарастыруға тырысамыз деген сияқты. Бірақ ең тығып қалу, үндемей қалу деген кризистің болатын ең түбі ол ақпаратты дұрыс бермеу. Кез келген кризисті шешуге болады, ақпарат дұрыс берілетін болса. Мысалға, сондықтан да біз айтамыз, ашықтық қазір бір адамның қолында 2 телефон кем дегенде немесе 1 телефон бар заманда сіз ешқашан ешқандай ақпаратты жасырып қала алмайсыз. Және ол ақпарат жаңағы антикризисный инструменттер тез қолдану керек. Өйткені 5 минуттан кейін, 10 минуттан кейін, жарты сағаттан кейін ол үлкен болып өршіп кетуі мүмкін. Мысал ретінде айтайын. Мысалға, жақында Әсел Қожакова деген әріптесіміз бар, мықты пиарщиктердің бірі. Соның жеке тұлғасына қатысты кризис болды. Ордаға берген сұхбатында жаңағы кірістер, мен қателеспесем, по возврату доходов мемлекеттік органның қызметкері Орда кезетке интервью береді. Сол кезде жаңа Әсел айтады, міне біз осылай заңсыз, тырнақшаның ішінде, біз осылай келісім шартқа қол қойғанбыз, осындай деген сияқты. Сұхбат шықты, сұхбат шыққанның жарты сағаттың ішінде Әсел Қожакова өзінің бүкіл әлеуметтік желідегі площадкаларына мен осы нәрсе туралы көрдім, сұхбатты көрдім, қазір материал дайындап жатырмын, сәл шыдай тұрыңыздар,
мен бір сәлден кейін сіздерге ресми жауабымды беремін деді. Осындай инструменттер не үшін керек? Жұрттардың барлығы енді ананың жауабын күтеді да, ана жерде оңбаған да оңбаған деген нәрселер шықпайды. Бұл бір, яғни тез жылдам шешім қабылдау. Екінші инструмент, ол шығып жаңағы кісімен бүкіл перепискасын, оның айтқан нәрсесін, қаншалықты жаңағы сыбайлас жемқорлыққа қатысы барын жоғын деген нәрсені бүкіл жүктеп берді. Міне осы арқылы ол мысалға өзінің әдемі жақтаушыларын алып алды деген сияқты нәрсемен. Бұндай дүниелер, былай айтсақ, біз неге айтамыз, жалпы пиаршының жұмысы 24/7 деп. Өйткені кешкі сағат, түнгі сағат 1-дің, түнгі сағат 2-нің кезінде белгілі бір біреу өзінің аккаунтында осы кісілер оңбаған деген нәрсені жазуы мүмкін. Мысалға, иә, мен қазір енді неғып айтып жатырмын, асыра сілтеп айтып жатырмын. Бірақ осындай дүниелер болуы мүмкін. Сол кезде сіз айтасыз, қазір түнгі сағат 2, естідім, анықтаймыз. Бір адам бүкіл ақпаратты білуі мүмкін емес қой. Естідім, анықтаймыз, ресми жауабын береміз деген сияқты нәрсемен сіз бірінші қадамдарды жасап алуыңыз керек. Бұндай дүниелер күнделікті болып жатыр, және менің ойымша осындай дүниелер кәсіби. Кейде бізде көп компаниялар жаңағы кризистік жағдайда үндемей қалып, осымен тыныш болып қалуы мүмкін деген сияқты нәрсені айтуы мүмкін, иә. Енді оның қазақта жаман мақал бар ғой, ұрының арты қуыс деген сияқты. Бұл кезде осы нәрсе келуі мүмкін. Сондықтан да иә, күнделікті жұмысымызда бар, істейміз, айтамыз, жауап береміз. Осы орайда жалпы бізде қара пиар деген түсінік бар ғой пиарда. Оны кейбіреулері өте жақсы санайды, кейбіреулері этикаға сай емес деп санайды. Жаңағы өзінің қажетіне қолданады кейбіреулері. Ал сіздің ойыңызша бұл пиар қандай деп ойлайсыз? Қалай не? Былай айтайыншы, қара пиар, ақ пиар деуге бөлу осыдан бір 3-4 жыл бұрынғы тенденция түгін. Қазір ол шамалы өзінің өзектілігін жоғалтуда. Неге? Өйткені жаңа айттым ғой, әр адамның қолында телефоны бар, смартфоны бар, сондықтан да олардың әрқайсысы жаңағыдай күйе жағумен қатты айналыспауы мүмкін. Өйткені нақты фактылардан ешкім ешқайда қашып кете алмайды. Бұл бір. Екінші, ақпаратты бұрмалау немесе жалған ақпарат тарату деген нәрсе бар. Осындай қара пиардың инструменттердің кесірінен деп айтайыншы, иә, қазір біз заңға, Қазақстан Республикасының бұған қатысты 2 заң бар, біреу масс-медиа туралы, біреу онлайн платформалар туралы заңда осы жалған ақпарат таратуға қатысты және адамның жеке ар-абыройына нұқсан келтіру туралы нақты заңда қарастырылған. Сондықтан да сіз қазір мүмкіндігінше бұл инструменттерді пайдаланудан аулақ болуға тырысасыз, өйткені сіздің бұл жағдай жаман болуы мүмкін деген сияқты нәрсемен. Фактыларды беру ол екінші нәрсе. Сондықтан да бұл былай. Түсінікті. Елімізде пиары дұрыс жүргізілмей жатқан адамдар бар ма сіздің ойыңызша? Көп қой. Көп қой деп айтайыншы. Шынымен осы кісінің бренді, тұлғасы қалыптасу керек, нақты деген секілді. Көп. Кімді айта аласыз? Көп. Кімдерді айта аламыз? Мен жақында бір кісімен сөйлескен кезде мықты, керемет сарапшы, профессор, керемет адам. Сол кісімен сөйлесіп отырған кезде ол кісі айтады да, мен айтамын, осы туралы пікіріңізді неге айтпасқа, неге осы туралы бөліспейсіз деп айтсам, интернет болсын, әлеуметтік желі болсын, бұқаралық ақпарат құралдары болсын, неге айтпайсыз десем, ой, сендердің диванный эксперттерің бар ғой, соларға айта берсін дейді. Мен айтамын, ақпараттық кеңістік ешқашан бос бола алмайды. Ешқашан. Біз күніне қазір 2000-нан аса ақпаратты миымыз қорытып жатады. Сіз сияқты мықты мамандар үндемей отырғандықтан, жаңағы диванный эксперттердің сөзін тыңдаймыз біз. Рас қой. Шын мәнінде ол солай. Сондықтан да бізде ондай эксперттер үндемей отыратын, жаңағы диванный эксперттерің ақ сөйлей берсінші дейтіндер көп, мамандар көп шын мәнінде. Бірақ олардың көбісі үндемей отырады. Фейл кейстардың бір ретінде, мысалға, Чоко Тревелдағы айтар едім, мысалға, Мұхаряповтың кейсін. Ақшасы бар, ресурсы бар, өзі де, мысалға, харизматичный, мысалға, бар, бірақ жаңағыдай дұрыс пиар жұмыстарын орынды қолдана алмаған үшін өзінің ар-абыройынан айырылды. Қаншама адам жаңағыдай жалпы Чоконың бірнеше жаңағы нелерінен отписка жасады деген сияқты нәрселермен. Былай, қалай айтсам екен, мысалы бізде қазір 2 бағытқа көп бөлініп жатыр. Біріншісі ол мемлекеттік қызметте жұмыс істейтін белгілі бір жаңағы саланың басшысы болып жүрген адамдар.
өзінің ар абыройын реттеуге, жөндеуге, ақпаратпен бөлісуге тырысады. Екінші, бізде бизнесмендер бар. Яғни өйткені бұрында біз компанияларды сатып алатын болсақ, қазір біз адамдарды сатып алуға тырысамыз. Және мысалға біз айтамыз, мынау Динара Сатжанның бутигінен алған көйлек. Мысалға, өйткені біз Динара Сатжанды білеміз деген сияқты нәрсемен. Немесе сіз қасында басқа бутик бар, дәл сондай киіммен тұратын болса, дәл сондай баға, дәл сондай киім, мына екі бутик тұр, сіз барасыз Динара Сатжанның бутигінен киім аласыз. Өйткені сіз адамды сатып аласыз көбіне, адамның брендін сатып аласыз деген сияқты. Сондықтан да бизнесмендер осының мәнін түсініп, мүмкіндігінше өздерін сөйтіп жаңағыдай пиарлауға бағыт бұрды. Міне қазіргі біздің елдегі тенденция осылай екіге бөлініп, осындай бағытта кетіп жатыр. Осыны біз аңғарып біліп көруімізге болады мысалға. Сондықтан да мен айта алмас едім жаңағыдай мынау дұрыс айналысып жатыр деп, бірақ қазір пиарщиктерді іздейтіндер көп, және өзін пиар маманмын дейтіндер көп. Олардың қызметіне мұқтаждар да көп. Нарық өзгеріп келе жатыр. Жалпы мен сіздің подкастыңызды тыңдадым, талқылағансыздар ғой, бірінші неде біреуі пиар маманның SMM маман етіп қояды, біреуі видеограф етіп қояды деп. Жалпы пиар маманның ең басты несін ол жерде айтып кетсеңіздер де осы жерде айтып кетсеңіз, ең басты міндеті неде? Бағанағы әңгімеге қайтып келемін. Біздегі жалпы пиар қоғамдық пікірді қалыптастырушы адам. Яғни ол былай ғой, мынау қоғамдық пікірді қалай қалыптастырамыз? Мысалға, белгілі бір эксперт болатын болса, жаңа айтайық, юрист болады. Юрист өзінің юридический бір компаниясы бар. Мен юрист ретінде мені жұрттар білсе, таныса, көрсе, кәсіби маман ретінде білсе дейді. Және екінші, оның бір мультипликатив эффект деп айтамыз ғой. Сол ретінде, мысалы, ол айтады, сол арқылы маған жаңағы юрист ретінде менің қызметіме жүгінушілер көп болса деп айтады. Мысалы, біз мына компанияның және мына тұлғаның пікірін қалай қалыптастырамыз, қоғамдық пікірді. Оны біз кәсіби маман ретінде қалыптастырамыз. Яғни пиаршы бүгінде ең сұрағыңызға жауап ретінде ең алдымен ол стратег болу керек, ол аналитик болу керек. Қоғамда қандай компаниялар бар, юридический мысалға, қандай юристтер бар, кім өзін қалай жағдай айтып жүр. Бұл бір. Сосын екінші, мыналардың қандай мықты тұстары бар, айырмашылығы неде, қандай өзгешеліктері бар. Осыны сіз бұған міне аналитика мен стратегияңыз керек. Міне осыны істедіңіз. Содан кейін айтамыз, біз туралы, біз жалпы қазақшамыз мықты юристпіз делік. Мысалға, бізге яғни қазақ тілді аудитория көп келу керек. Ол жаңа әлеуметтік желінің аудиториясы емес, ол клиент ретінде көп келу керек, журналист ретінде көп келу керек деген сияқты нәрсемен. Міне біз осыны, сосын бұл тәуелсіз юрист болуы мүмкін мысалға, біз осындай моменттерді аламыз да, қалғаны әлеуметтік желі болсын, дәстүрлі ақпарат құралдары болсын, офлайн онлайн кездесулер болсын, тағы басқа болсын, осылардың барлығы инструмент. Біз айтамыз, мына жерге біз осыны мықты тәуелсіз қазақ тілді юрист деп әлеуметтік желіде ақпарат береміз. Бұқаралық ақпарат құралдарында сондай маман ретінде сұхбат береміз. Қалғаның барлығы инструмент. Ең басты қажет нәрсе алдымен стратег және аналитик болу керек. Әрі қарай екінші өте қажетті нәрсе ол коммуникация, яғни сіз өзіңіздің, былай айтсам, компанияның ішінде ішкі коммуникацияда, журналистермен сыртқы коммуникацияда мықты маман болуыңыз керек. Өйткені сіз мына жақта журналистермен, сіз мына жақта блогерлермен қылып жатсаңыз, сіздің компанияңызға оның теріс репутациясы келеді, мысалы, яғни стратег, аналитик, коммуникатор мықты, одан кейін сіз ары қарай инструменттерді қолданушы боласыз. Қазір көбісі мына жақта жүрді, үшінші жағында. Мен ойлаймын, мынау мамандардың оған деген қажеттіліктердің сұранысы өскен сайын, бұлар екінші және бірінші деңгейге қарай өтеді деп. Вау, күшті, бізге кеңес айттыңыз. Жалпы осы пиар қарапайым адамға қажет деп ойлайсыз ба, әлде сол белгілі бір компанияға немесе жеке тұлғаға танымал? Былай айтайықшы. Соған ғана керек пе? Былай айтайықшы, мысалға, мен айтам, сіздің белгілі бір әріптестеріңіз бар. Әріптестеріңіз, мысалы, группаластарыңыз, студенттеріңіз, достарыңыз деген сияқты. Ол туралы сіздің белгілі бір өзіңіздің пікіріңіз бар, қалыптасқан. Мысалға, бір студенттік өмірде белсенді болып жүрген қандай кісі бар? Кім бар? Бізде осы Енудың биыл бет-бейнесі болған, біздің факультеттің студенті бар, Рахат Төребай ма, сол жігіт. Ол қандай адам? Мәссаған. Оны біз көпшіліктің алдында жалпы енді ән айтатын өнерлі бала ретінде танимыз.
көпшіліктің алдында, ал былайынша. Былай біз жеке араласпаймыз. Иә, жалпы оны жағдай дарынды бала ретінде білесіз, Иә. Енді бұл рахатты оның ата-анасы, туысқандары, көршілері рахатты бұзық бала деп ойлауы мүмкін. Дұрыс па? Иә. Сосын мысалға былай айтайық, рахаттың басқа бір достары бар. Олардың арасында ол адамгершілігі мол адам болып қана, оның ән айтатынын олар білмейді, мүмкін айтатын шығар деген сияқты нәрсемен, студент өмірінен қатты хабары жоқ, бірақ оны бір адамгершілігі мықты бала деп ойлауы мүмкін деген сияқты, әркімнің әртүрлі. Бұл не үшін айтып жатырмын? Сіз қаласаңыз да, қаламасаңыз да, сіз туралы қоғамдық пікір қалыптасады. Мәселе, оны өзіме ыңғайлы ете аламын ба, ете алмаймын ба? Бұл бір. Екінші, ол маған керек пе, керек емес пе? Что ойлап жатырмын, жарайды, ойлап жатырмын, маған бір дәл қазір оның қажеті жоқ деген сияқты нәрсе. Бірақ сіз алдағы жоспарыңызда белгілі бір басқа дүниелерге қол жеткіңіз келетін болса, сіз әрине қазірден айналысу мүмкін. Мен осыдан біраз уақыт бұрын мектепке мені спикер ретінде шақырған, мектепте оқушылардың керемет, талантты, мықты жастар, сонда солармен сөйлесіп отырса, біреу айтады, мен өте танымал, мықты, саяси ықпалы бар жаңағыдай керемет қызметкер болғым келеді дейді. Мемлекеттік органда, мемлекеттік билікте жүргім келеді деді. Демек, мен қазірден бастап өзім туралы мына оқушылардың дұрыс айтуын, дұрыс контенттің шығарылуын қадағалауым керек қой дейді. Жалпылай иә десем, орнынан тұрып алып, удалите все видео деген сияқты нәрсе. Міне көрдіңіз бе? Оның алдағы жоспары осындай. Демек, оған ол керек. Қазірден бастап айтатын сөзін, жүретін жүріс-тұрысын өңдеу керек, дұрыстау керек деген сияқты. Сіздің кез келген адамның керек емес, кез келген адам туралы қоғамдық пікір қалыптасады. Мәселе, алдағы жоспары қандай оның? Соған байланысты айналысам, айналыспаймын деген сияқты нәрсе. Жақсы, түсінікті. Келесі сұрағым, егер сіз танымал тарихи тұлғаларға пиар жасауыңыз керек болса, мысалы, сізге тапсырыс түсті, иә? Әл-Фараби дейік, Абылай хан дейік, сіз қалай жасар едіңіз оларға пиар? Қандай әдіс қолданар едіңіз? О, тамаша, иә. Әл-Фараби. Керемет. Қандай әдіс қолданар едім дейсіз ба? Иә. Әл-Фараби, мысалға былай айтайықшы, жалпы тарихқа сүйенетін болсақ, Әл-Фарабиді біздің жергілікті жазбалар емес, мынау Европа жазбаларынан көп табасыз, сол туралы ақпаратта. Яғни бұл өзінің, былай айтсақ енді өзі емес, бірақ оның жаңағы несі көбіне осы шетелмен байланысты болған. Өзінің ол туралы ақпарат деген сияқты нәрсемен. Егер де ол адам, айтсам екен, ол адам қазіргі заманда өмір сүретін болатын болса, оның мықтылығын, оның жаңағыдай шын мәнінде білімнің тереңдігін көрсету арқылы пиар жасауға болады. Бар керек сол ғана. Ал қазіргі таңда жалпы осы енді жасанды интеллект дамып келе жатыр, ChatGPT секілді. Ал сіз ойлайсыз ба, пиар мамандығын болашақта ChatGPT секілді жасанды интеллекттер өз орнын баса алады деп? Мен ойлаймын, біздегі жасанды интеллект пиар маманының ең тамаша, ең керемет құралы бола алады. Бірақ ChatGPT коммуникатор бола алмайды. Бұл бір. Өйткені ол тек қана интернеттің ішінде қалған дүние. Яғни сіз журналистермен, блогерлермен, жалпы ішкі коммуникацияға адамдармен ChatGPT араласа алмайды. Оны араласатын адам ғана. Бұл жағынан келгенде өкінішке орай деп айтайыншы, жасанды интеллект оның орнын алмастыра алмайды. Бұл бір бұл енді екінші деңгейде айтатын болсақ, үшінші деңгейдегі мамандарды әрине ол тез оп-оңай орын басуы мүмкін. Өйткені посттарды жаза алады, материалдарды жаза алады, визуалды бере алады, монтажды істей алады деген сияқты. Тіпті белгілі бір уақытына қатысты олардың посттардың белгілі уақытында шығып тұруына, материалдың белгілі бір барып тұруына, тіпті жаңағыдай келген заявка тағы басқа деген отзывтарға жауап бере алады, жаңағы монтажыңды істей алады, рассылка тіпті, мысалға бүкіл ақпарат қалдыру жолын барлығын істейді. Міне үшінші деңгейлі мамандарда ол оп-оңай орнын баса алады. Екінші маман коммуникатор бола алмайды, баса алмайды өкінішке орай, және бірінші деңгейлі мамандарды баса алмайды. Белгілі бір ұсыныстарды беруі мүмкін, бірақ біздің қоғамда жалпы, былай айтсақ, интернет кеңістігінде жазылмаған, немесе жалпы біздің өзіміздің шығыс қазақы менталитетімізге сәйкес келетін көптеген, былай айтсақ,
белгілі бір ақпараты жоқ, бірақ үлкен кісілерге қарсы сөйлемеу тағы басқа деген сияқты моменттер бар. Мысалға сіз стратегия жасаған кезде осы дүниелерге мән беру деген сияқты аналитиканы ол бәрібір жасай алмайды, өкінішке орай. Сондықтан да ол керемет құрал бола алады. Сіздің қолыңызды жаңағыдай 1 сағат 2 сағат отырған постыңызды ол 5 минутта, 5 минут деген ұзақ, тіпті 2-ақ минутта жазып беруі мүмкін. Осы жағынан ол күшті құрал, орнын баса алмайды. Егер сізге әлемдегі ең нашар өнімді нарыққа шығару қажет деп тапсырыс келсе, оны қалай сатасыз? Сатпаймын, айналыспаймын онымен. Қабылдамайсыз тапсырыс? Қабылдамаймын. Былай айтайыншы, мен мемлекеттік қызметте жұмыс істедім. Мен квази мемлекеттік органдарда жұмыс істедім. Мен бизнеске қатысы бар жұмыс істедім. Сондықтан да бүгінгі таңда мен қазір өзімнің пиар агенттігімен жұмыс істеймін. Бір ерекшелігі, бұл жерде мен өзіме керек, өзіме қатты ұнайтын жобаларды таңдай аламын. Яғни мен ойлаймын, жоба мен пиарщиктің арасында махаббат болу керек. Онсыз сіз өзіңіздің сезіміңіз жоқ дүниені сіз қалай танымал ете аласыз? Өзіңізге ұнамайтын нәрсені, өзіңіз іште жек көріп тұрған нәрсені қалай сіз танымал ете аласыз? Сондықтан да өйтіп ондай ұнамайтын дүниені мен айтамын, көп рахмет, менде басқа пиарщиктердің номерлері бар, берейін ба деген. Өзім айналыспаймын. Түсінікті. Енді осы сізге бір сұрақ қойғым келіп тұр. Жалпы сіз енді айтып жатырсыз ғой, бірнеше жерде жұмыс істедім, бірнеше пиармен жұмыс кейстар болды менде деп. Сіз осы қызықты болған кейстарыңызды жинақтап кітап шығару ойыңызда жоқ па? Ой, қартайғанда деп айтайын ба? Менде негізі жалпы ойда бар, бірақ айтады ғой, күнделікті күйбең тіршіліктің кесірінен біз осындай дүниелерді жазуға ешқандай қол тимей жатады. Арасында әйтеуір әлеуметтік желіге бір бөлісіп тұрамыз деген сияқты, арасында бір әңгіменің арасында айтып тұрамыз деген сияқты, бірақ оның барлығын отырып жинау керек. Әдемі керемет кейстер бар, шын мәнінде күшті шыққан кейстер бар. Кейде мен отырып, мен айтамын, осыны жазса, осыны салыстырса ғой деген сияқты нәрсемен. Мысалға, мен өзім пиарды күнделікті оқып отырамын, сонда курстарды қарап отыратын болсаңыз, олардың көбісі жаңағы батыстық және Ресейдің, Украинаның деген сияқты әртүрлі кейстерге негізделген. Біздің қазақстандық, қазақи кейстерге негізделген көп дүниелер ашылып жазылмай жатыр әзірге. Бар, пиар-вази деген кітап бар, мысалға кімнің қуат жазған кітабы бар деген сияқты бар. Бірақ біздің қазіргі заманауи керістерді айтылса, мысалға оны отырып, мысалға мифологияның негізінде жасаған дүниелер көп бізде Қазақстанда, мысалы соларды айтуға болады. Жаңағы міне өткендегі бізде Қазақстанда жалпы мынау ірі халықаралық жобаларды жүзеге асыруға мықтымыз да, мысалға туризмді дамытуға келгенде деген сияқты. Міне осындай дүниелер жазу керек, жазуға болады, бірақ күнделікті уақыт болмай кетеді, өкінішті. Мен айтамын ғой, мен қартайған кезде жазатын шығармын деген сияқты нәрсемен ол кезде отырып алып білмеймін, шын айтамын. Бар ондай идея, бірақ біздің әріптесіміз Назым кітап жазып жатырмын деген. Мүмкін сонда шығып қалар. Айна Садабек, ол да бір пиар бойынша кітап жазуды қолда алдым деген түгін. Мүмкін одан шығып қалар деген сияқты. Ал менде әзірге өкінішке орай жиналған кейстер болғанмен, оны бір кітап ретінде жиналған өкінішке орай не жоқ. Түсінікті. Ұяламын одан менде. Не себепті? Бізге таптырмас құрал болар еді. Жақсы. Енді жалпы ең соңғы сұрақ деп айтайын. Осы өзіңізден артыңызда еріп келе жатқан пиар маманында оқитын студенттерге қандай кеңес бересіз? Бастайтын кеңес. Неден бастау қажет? Неден бастауды барлығы білетін шығар, әрине білімді жетілдіруден бастау керек. Бұл енді неден бастауға керек болса, бірақ неден бастауға дейінгі кезең бар да. Пиарды шын мәнінде жақсы көру керек. Егерде сіз бұл саланы жақсы көрмейтін болсаңыз, онда басқа мамандыққа ауысып кеткеніңіз жөн. Өйткені сіз 24-те 7 жұмыс істейсіз. Кейбір адамдарға ішіңізден деп айтайыншы, қатты ашулануыңыз мүмкін, ішіңізден боқтауыңыз мүмкін, әртүрлі стресстік жағдайда жұмыс істеуіңіз мүмкін. Сондықтан да сіз бұны жақсы көресіз бе? Осы сұраққа алдымен жауап беріп алыңыз. Жаңа мамандарға кеңес, мен осы сұраққа жауап беріп алыңыз. Одан кейін әрине білімді жетілдіріңіз. Өйткені пиар күнделікті өзгеріп отырады. Ол күнделікті жаңа нелер бар. Мысал ретінде айтайын, менің
біз Nomad Games өткен кезде ұлттық құраманың пиарымен айналысқан болатынбыз, ұлттық құраманың жігіттерінің. Сонда күнделікті жаңағы біз команда болып бірге жұмыс істеп жүрдік. Күнде таңертең менің қызым волонтер болып сол проектке қосылғысы келді. Қосылды. Күнделікті біз таңертең сағат 5:30-6-да үйден шығамыз, түнгі сағат 2-де келеміз, 2-3-тердің шамасында. Сосын күнделікті біз сұхбатымыз бар, әлеуметтік желі бар, видео бар, фото бар, басқа бар, ана жерге жүгіру бар, арасында пресс-конференция өткіземіз, брифинг өткіземіз, кризис болып қалып жатады, оны шешуге тырысамыз деген сияқты күнделікті жүгіріс. Менің қасымда сол жұмыстардың барлығын көріп жүрді да, келгеннен кейін ол өзі 11-ші класста, ол кезде мамандық таңдауы керек. Мен оған пиарға келді деп үгіттеп жүрген кезім. Сонда ана жұмысты көрді да, 2 күннен кейін қолын көтерді да, мен сіздің үйге келген кезде неге сөйлескіңіз келмейтінін түсіндім. Екінші, мен ешқашан пиар саласында жұмыс істей алмайтынымды түсіндім. Мен бұндай нәрсеге дайын емес екенмін деді. Сондықтан да сіз іштей осыны жақсы көріп, іштей мысалға ұлттық құраманың балаларына мен іштей жаным ашып, ана жігіттерді көрсетуге, қаншалықты қайсарлық бар бойларында, қаншалықты отанға деген бір ұлттық патриотизм бар, осының барлығын көрсетуге, халыққа танытуға мен тырысып отырдым. Сондықтан мен түнгі 2-3-ге дейін жұмыс істедім. Өйткені мен оны жақсы көрдім деген сияқты нәрсемен. Жақсы көрмесеңіз, онда пиар саласын таңдағаныңыз қиындау болатын шығар. Кеңес осы. Ең алдымен сұхбат бергеніңізге алғыс білдіреміз, және осы сұхбат өте инсайтқа толы сұхбат болды шын мәнінде бізге. Көп рахмет. Осымен достар, біздің сұхбатымыз тәмам, бүгінгі шығарылымымыз. Біздің каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыз. Сіздерге рахмет.